Ассалаумағалейкум асылдарым, қасиетті жұмадағы барша дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін Таугүл мешітінде жұма намазда болдым. Тағы бір жаназа шықты. Мына Алматы резорт деген шипажай. Осы жерде Асанәлі Әшімов әкеміздің қаншама тұлғалардың 16 жылғы, осыдан тура 10 жыл бұрынғы мына жерде Алтынбек Қоразбаев әкеміздің отырғызған шыршасы. Мына жерде Бибігүл Төлегенова анамыздың отырғызған шыршасы. Бұл да бір естелік болып қала береді екен. Мұзар тобының да отырғызған шыршасы бар бұл жерде. Солай достар, өмір өте береді. Әйтеуір жаназаны не үшін айтып жатырмын? Бір күні бәріміздің де жаназаны шығарып жататын кез келеді. Алла біледі. Ұзақта ғибратты ғұмыр нәсіп етсін деп тілеймін. Десек те абай атамыз айтады ғой, қазақта өлгеннің жаманы жоқ, тірісінің жамандаудан аманы жоқ болатұғыны қалай деп. Кез келген мәйітті жатқызып жаназа шығарып көтеріп алып кетіп бара жатқан кезде қандай адам еді деп сұрайды. Жақсы адам еді дейміз бәріміз. Сол жақсы адам еді деген сөзімізді лайықты айтуды нәсіп етсін. Жақсы болуға тырысайық, бір-біріміз жамандамайық, жақсы ойда болайық, бір-біріміз туралы жақсы сөйлейік деп айтқым келген ғой. Аман болайық, бәрімізді құшақтадым, жақсы адамдар көп болсын.